Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін өте нәзік, ауызда еритін қызыл мақпал торттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен корждарын дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майымызға шекерімізді және ванильный сахарымызды салып, миксермен жақсылап миксерлейміз. Енді осы массамыздың үстіне жұмыртқаны қосып, тағы да миксерлейміз. Жұмыртқалы массамыздың жан-жағын жинастырып бір шетке қоя тұрамыз. Енді бөлме температурасындағы айранымызға бір шай қасық содамызды және гелевый қызыл красителімізді қосып, біркелкі етіп араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді өзара араластырып аламыз. Ситадан өткізген ұнымызға какао разрыхлитель қосып, араластырамыз. Енді жұмыртқалы массамыздың үстіне кезек-кезек айранымыз бен ұнымызды қоса отырып, жақсылап миксерлейміз. Дайын тестамызды осылай пергаментті формаға қысып алып, төртке бөліп, құйып шығамыз. Тестамызды пергаментке видеодағыдай орналастырып алып, алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 10-15 минут шамасында пісіріп аламыз. Корждарымыз пісіп шыққанша крем дайындайтын боламыз. Ол үшін холодильниктен шыққан творожный сырымызға сахарный пудраны қосып, жақсылап миксерлейміз. Творожный сырымыздың үстіне салқын сливкиімізді қосып, қою масса болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Крем дайындау үшін творожный сырымызда сливкиімізде өте салқын болу қажет. Өз формасын ұстайтын қою крем дайын болды. Енді тортымызды жинаймыз. Тортымыз жылжып кетпес үшін подложкамыздың бетіне кішкене крем жағып, үстіне алғашқы коржымызды қоямыз. Тортымыз тегіс шығу үшін мен осындай ацетатный пленкамен кальцоны пайдаландым. Енді кремімізді жағып, корждарымызды жинаймыз. Тортты жинап болдым. Енді осы тортымыздың бетіне пищевая пленкамызды жауып, холодильникке кемінде 7-8 сағатқа салып қоямыз. Торт холодильникте бір түн тұрды. Енді формамызды ацетатный пленкамызды шешіп, жан-жағын тегістеп шығамыз. Тортымыздың жанынан кесіп алған корждарды осылай ұсақтап, тортымыздың бетіне әсемдеп сеуіп шығамыз. Дайын тортты өз фантазияларыңызбен, қалауларыңызбен сәндесеңіздер болады. Мен осылай топпермен, жеміс жидектермен әсемдедім. Өте нәзік, өте жұмсақ қызыл мақпал тортымыз осымен дайын. Үйде міндетті түрде жасап жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.